Өздеріңіз білетіндей сатып алушыларды іздейтін кейбір брендтер өздерінің арасында жарнамалық соғыстарды ұйымдастырады. Олар мүмкіндігінше барлық тәсілдерді қолданып бәсекелес компанияға шабуыл жасайды. Кейде брендтік текетірес көптеген жылдар бойы жалғасып ұзаққа созылған соғыстарға айналады. Бұл екі саланың бүгінгі шығарылым брендтер арасындағы жарнамалық соғыстар жайлы. BMW және Audi компаниясы жарнамалық салада автоөндірушілер арасында бәсекелестерін күлкіге қалдыруға тырысатын компаниялардың бірі болып табылады. Біресе Феррариға тисек, біресе Lexusқа күледі, кейде Mercedesқа қайратын тілейді. Audi'дің таңдауы көбінесе BMW-ға тиді, себебі BMW ешқашан бәсекелестердің мәселесін қараусыз қалдырмайды. Олардың жарнама жарысы BMW жарнамасынан басталды. Ол жарнамада BMW Audi'ді 2006 жылғы оңтүстік Африканың жол көлігін ұтып алған үшін шын жүректен құттықтады. Қызға жарнаманың астында 2006 жылғы әлемнің ең үздік автомобилі байқауының жеңімпазынан деп жазылған. Audi өз жауабында 2006 жылғы әлемнің ең үздік автомобилі BMW-ні құттықтаймыз, ал одан сәл төмен Le Mans 24 сағат жарыстарының 6 мәрте жеңімпазынан деп жазылған. Әрине, үшінші ойынсыз ойынның қызыға кірмейді. Бұл ойынға үшінші болып Subaru қосылады. Subaru жарнама постеріне BMW мен Audi сұлулық байқауларында ылғи жеңіске жетеді. Халықаралық жол қозғалтқышы 2006 байқауының жеңімпазы атынан. Кейін Audi өзінің A4 автокөлігінің жарнамасында кезек сенде BMW деп жазды. BMW-да көп ойламастан тура жолдың келесі бетіне өз баннерін орнатты. Баннердағы жазу шах және мат. Burger King және әдепсіздік. Burger King тез тамақтану мейрамханасы бұрыннан бәсекелес Макдональдспен бәсекелесіп әйгілі болды. Бірақ бұл жолы компанияның жарнамалары тым артық кетті. Жаңа жарнамада олар наггетстерден құралған әдепсіз қимылды бейнелеген және жанына бізден қымбат бағаларға сәлем деп жазған. Бұған жауап ретінде Макдак өз жарнамасын таныстырды. Жарнамада бұзақылар баланың тамағын тартып ала беретін болады. Бала өзінің Макдональдстан алған түскі асын Burger King'тің қорабына салғанын солайды, оны бірден жайына қалдырады. Ресми болмаса да World of Tanks ойынның жарнамасы адамды үрейлендіреді. Жарнама сюжетінде әкесі баласымен тығылыспақ ойнайды. Сөйтіп баласы шкафқа тығылады. Әкесі оны тауып алып шкафтың есігін 150 мм шегемен қағып тастап, жай ғана World of Tanks ойнауға кетіп қалады. Канадалық Axe танымал Old Spice жарнамасын мазаққа айналды. Исайя Мустафа түскен Old Spice жарнамасы жарық көргеннен кейін жас әрі батыл Axe компаниясы оларға қарсы шығуға бел буды. Канадада Axe'тың Old Spiceға қарсы екендігін асырлайтын жарнама билборды пайда болды. Жарнамада атпен емес қызбен болғысы келетін еркектерге деп жазылған. Бірнеше жыл бұрын Samsung компаниясы өзінің жаңа S4 гаджетін жарнамалайтын билборд ілген болатын. Бірі білсе бірі білмес, бірақ LG жарнамаларын 20 жылдан бері Samsung'тың үстіне орналастырып келеді. Сондықтан LG бұл мүмкіндікті қолданып қалуды ұйғарады. Дәл сондай стильде, дәл сондай түсте LG өз смартфон жарнамалайды. Қызығы, Samsung жарнамада өз гаджетін жақында шығатынын хабарласа, LG смартфондар дәл қазір сатып алуға болатынын көрсетті. Бүгінге осы достар, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әр лайктарыңыз біз үшін өте маңызды. Біздің басқа да видеоларымыз қараңыздар. Келесі шығарылымда кездескенше достар.